Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арай. Және бүгінгі видео басталмастан бұрын сіздер маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Біз бүгін видеода өзгеріске ұшырау туралы айтатын боламыз. Яғни мен сіздерге мотивация беремін өздеріңізді адам танымастай өзгерту үшін. Яғни сіз жаман әдеттеріңізден арылып, өзіңізді жаңадан өмір бастаған секілді боласыз. Дәл солай істеу үшін мен сіздерге ережелер мен тапсырмалар айтатын боламын. Бірінші қадам жаман әдеттерден арылу. Яғни сіз өзіңізде жаман әдеттер болса, сіз өзіңізді мүлдем жақсы сезінбейсіз. Яғни сіз ұйқыдан тұрған сәтте өзіңізді жақсы сезініңіз. Жаныңыздағы, қоршаған ортадағы адамдарға жақсы мінезбен қараңыз. Жаман мінезден арылып, өзіңізді бір күн болсын жақсы адам сияқты сезініп көріңіз. Ұйқыдан тұрған сәтте сіз анаңызға жылы сөздер айтып, немесе ініңізге, бауырларыңызға жақсы сөздер айтып, осылай сіз жаман әдеттеріңізді осылай жеңе аласыз. Мысалы, ұйқыдан тұрып жылы сөздер айту арқылы, яғни сол әдетті күнде 30 күн немесе 60 күн қайталасаңыз, сіз жаман әдеттеріңізден арыласыз деген үміттемін. Және де дәл солай болады. Сіздер 60 күн оны өзгеріске ұшыратпай дәл солай қайталау керек. Сіз сонда ғана жаман әдеттерге арылуға мүмкіндік бар. Екінші қадам бізде өзіңіздің алдағы 5 айға жоспар құрыңыз. Мысалы, былай ғой, бір күнде, яғни аздаған уақытта өзгеріске ұшырау мүмкін емес. Ал сіз бір жылда немесе 6-7 айда өзгере аласыз деген үміттемін. Ал сол себепті сіз алдағы 5 айға жоспар құрыңыз. Мысалы, ол артық салмақтан арылу болса болады. Мысалы, сіз бір айда, яғни 1 қаңтар айында артық салмақтан арыласыз. Ал 2 ақпан айында сіз өзіңіздің жаман әрекеттеріңізді жақсыға ауыстырасыз. 3 айында сіз өзіңіздің қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігіңізді және де басқалардың басқа жағына қарай ауыстырып, жақсы мінезбен басқа адамдарға жақсы көңіл күймен қарайтында. Дәл солай бір айға бір әрекет жасау керексіз. Бір айда толығымен салмақ тастайсыз, бір айда толығымен бір айда өзіңіздің сабаққа деген сабаққа деген көзқарасыңызды өзгертесіз және өмірге деген көзқарасыңызды өзгертесіз. Бір айда дәл солай жасасаңыз, бір айда сол әрекеттерді жасау арқылы сіз өзіңізді басқа бағытқа қарай өзгерте аласыз. 3 қадам бізде ол қоршаған ортадағы адамдарға жақсылық жасау. Жақсылық жасау ол деген жағымды ғана емес, сонымен қатар ол сауап іс болып табылады. Жақсылық жасау деген ол барлық адамға тиесілі қасиет. Яғни сен жолдағы апаны көріп тұрсың, ол ауыр сөмке көтеріп жатыр, көтере алмай, ол біреуден көмек сұрағысы келді, бірақ сұрай алмайды. Сіз сол апайға барып, сөмкесін көтеріп үйіне апарып бересіз. Басқа тағы бір мектептегі адамдарға үй жұмысына көмектесесіз. Орындай алмай жатқан есебі немесе тапсырмасы болса, соны сіз көмектесесіз, бірақ бәрін орындамайсыз, тек көмектесесіз. Дәл солай сіз қоршаған ортадағы адамдарға жақсылық жасау арқылы өзіңіздің өз бойыңызды жақсы жаққа қарай өзгертесіз. Бізде 4-ші қадам ол адал болу. Өз жақын адамыңызға адал болу. Мысалы, ол адамға өтірік айту оп-оңай. Және де жақсылық жасау үшін өтірік айту ол бір бөлек нәрсе. Ал жақсылық үшін өтірік айту ол бір бөлек нәрсе. Ал сіз жақын адамыңызға немесе басқа адамдар, жақын адам емес, басқа адамдарға да адал болуыңыз қажет. Мүлдем өтірік айтпау керек. Және де
мүлдем өтірік айтпай, сол адамға шыншыл бола білу, адал, мықты. Сіз шындық қанша ащы болса да, шындық қанша қиын, ол адамға көңіліне тиетін болса да, сіз сол шындықты айту қажетсіз. Мысалы былай, сіз шындықты тіке мағынада айтпай, оның көңіліне тимейтіндей бір кереметтей қылып айту қажет. Мысалы, сенің шашың бүгін онша әдемі болып тұрған жоқ деген сөзді, досым, сенің бүгін шашың кішкене әдемірек, бірақ та кішкене сәндеу керек деп солай айту қажет. Түсініңіздер деп ойлаймын. Сол адамға солай шындықты айта білу қажет. Мысалы, өтірік мүлдем айтпау қажет, өтірікті айтпау қажет деп ойлаймын. Өз басым осылай 4-ші қадам осындай болады. Өтірікті мүлдем айтпау керек. Және де ең бастысы, өзіңіздің отбасыңыздағы адамдарға мүлдем өтірік айтпау қажет. Өтірік айтып, бір жағымсыз әрекет, өтірік айтпау қажет деп ойлаймын. 5-ші қадамға келіп жеттік. 5-ші қадам бізде сөзінде тұру, уәдеңде тұру, сөзді сақтау. Яғни сен 1 жыл бұрын бір адамға уәде бергенсің. 1 жыл бұрын немесе 1 күн бұрын, 5 күн бұрын сіз ол адамға мен ертең саған мына затты алып беремін деп уәде бергенсіз. Сол уәдеңізді міндетті түрде орындау қажет. Себебі ол адам уже сізден не істеп қалды да, сізден күтеді, ол уәде берген нәрсеңізді сізден қатты күтеді. И сол нәрсені сіз уәде берген адамыңызға міндетті түрде жауап беру қажетсіз. Ал сіздің шамаңыз жетпесе, мүлдем ол адамға уәде бермеу қажетсіз. Яғни былай ғой, сіз ол адамға уәде бергенсіз, және сол уәдені міндетті түрде орындау қажетсіз. Уәде еткен сөзді көп адамдар үшін орындау қиын, бірақ та уәде еткен сөзді ол орындау қажет. Ал уәде еткен сөзді орындау арқылы сіз өзіңізді адамдарға қарай жақсы жағынан көрсете аласыз. Яғни уәде беру арқылы сіз басқа адамдарға өзіңізді жақсы жағынан көрсете аласыз. Бізде 6-шы қадам өз досыңды, өзіңе жақын тартатын адамды, құрбыңды, соларды өзіңе жақын тарту керексің. Мысалы, оларды мүлдем ренжітпеу қажетсің, себебі ол сенің өте жақын адамың. Сен одан айырылсаң, мүлдем өмірің өзгеріп кетеді. Менде де сондай жағдай болған. Өз құрбымнан біз сөзге келіп қалдық. Сонымен мен өз құрбыммен 1 күн кездеспедім, және де ол сізмен мектепте бір түрлі болдым. Яғни мен оның қатты сөйлескім келді, және де ең соңында екеуміз бір-бірімізден кешірім сұрап, алға қарай екеуміз бірге жақсы көңіл күйде өмір сүрейік деп екеуміз уәде бердік, И ешқашан айырылмаймыз деп бір-бірімізге тағы да уәде берген болатынбыз. Дәл солай сіздер де өзіңізге жақын тартатын адамды мүлдем ренжітпеңіз, себебі ол адам сізге өте жақын, сізді әр сәтте қолдайды, сізбен бірге көңіл күй көтереді, екеуіңіз бірге жақсы жерлерге барасыздар, екеулеріңіз бірге сабақта, яғни екеуіңіз өте жақын адам болып кеткенсіздер. Сол себепті өзіңізге жақын тартатын адамды мүлдем ренжітпеу қажет. Ренжіткен жағдайда да өз басыңызбен барып кешірім сұрау қажет. Себебі ол адам сізге ертең тағы да керек болады. Екеуіңіз жақын болып кеткенсіздер. Ол адаммен айырылысқан сәтте сіз өзіңізді мүлдем басқа адам болып сезініп кетесіз. Сол себепті мүлдем жақын тартатын адамыңызды ешқашанда ренжітпеу қажет. 7-ші қадамда біз ішкі келбетімізді ғана емес, ішкі жан дүниені ғана емес, сонымен қатар сыртқы дүниемізді де өзгерту қажетпіз. Мүлдем басқа адам болып кету қажетпіз. Мысалы, сіз шаш үлгіңізді өзгердіңіз, кореянкалар ұқсап, осылай
челка жасаңыз. Егер шашыңыз өзіңізге ұнамаса, жақсы мамандарға, сондай шаш тарыздарға барып, өзіңізге күшті етіп прическа жасатып алыңыз. Сол сәтте сіз өзіңізді жақсы сезінесіз. Мен шашымды өзгерттім. Шаш өзгерткенге бола бір адамдар өзін жақсы сезінеді. Мысалы, мен осы челканы қойғаннан кейін өзімді өте жақсы сезінемін. Мысалы, мен өзгердім. Бұрын қарай емес, осындай шашым бар, челкам бар деген сияқты осылай сезіне аламын. Ал сонымен қатар сіз осындай күнделікті киетін киімдеріңізді өзгерту қажетсіз. Мысалы, сіз тек қана андай жабысып тұратын немесе осындай киген киімдерді кие бересіз. Бірақ сіз тек қана соны кие бермей, сіз өзіңізді бір магазинге барып, бір күн бойы сол киімдер дүкенін қараңыз. Өзіңізге жарасатын киімді іздеңіз. Сізге тек бұл киімді ғана кию міндетті емес. Сіз сонымен қатар көйлекті де киіп көріңіз. Басқа да қазіргі стильдегі көптеген киімдерді киіп көріңіз. Өзіңізге жарасатын киімді таңдап, сол киімді киіп, өзіңізді өзгеріске ұшырату қажетсіз. Сонымен қатар қыз баланың әдемілігі ол бетінде дейді ғой. Сол сияқты сіз өзіңізге қатты болмаса да жеңіл макияж жасап көріңіз. Бірақ ол міндетті емес. Өзіңізді өзгерту үшін шама кішкене макияж жасап көріңіз. Стрелкасы, немесе помада жағу, немесе кірпік бояу деген секілді. Сондай істерді істеу арқылы сіз сыртқы келбетіңізді өзгертіп, өзіңізді жақсы сезініп қаласыз. 8-ші қадам ол сіз сабаққа деген құштарлығыңызды мүлдем өзгерту қажетсіз. Сабаққа деген құштарлықты қалай өзгертеді? Сіз өзіңіздің жазып жүрген кәдімгі ручкамен жазатын почерк бар емес пе? Сол почеркті көріп, почеркіңізді басқаша естіп өзгертіп көріңіз. Мысалы, Pinterest'терде бар, Pinterest'терден қарап, әрпін басқаша стильде жазып көріңіз. Печатный буквамен жазып көріңіз, немесе басқандай созылып жазылатын сондай нәрселермен, Pinterest'тен қарап, почеркіңізді өзгертуге тырысыңыз. Сол сәтте сіз өзіңіздің почеркіңіз әдемі екен деп сабақты да жақсы оқып кетуіңіз мүмкін. Егер сабаққа кететін болса, сіз сабақ оқыған сәтте өзіңізді, яғни мектепте отырған кезде өзіңіздің миыңызды басқа жаққа аудармай, мұғалімге қарай көңіл бөлу қажетсіз. Мұғалімге қарай көңіл бөлу арқылы сіз өзіңіздің миыңызды дамытып, білмейтін нәрселеріңізді біле аласыздар. Яғни сіз білмейтін есепті ағайдан, яғни мұғалімнен сұрау арқылы сіз өзіңіздің білмей жүрген нәрсеңізді біле аласыз. Мысалы, ол мұғалімнен білмей отырған нәрсеңізді сұраңыз, ол сізге түсіндіреді. Сіз соны түсініп, бір есеп болсын, сол бір есеп болсын шығара аласыз. Яғни қазір көп адамдар бар ғой, есепті тек қана интернеттен көшіре салады. Ол болмайды. Интернеттен көшіре салуға болмайды. Сіз интернеттен көшірдіңіз. Ол оңай тек көшіре салдыңыз, бірақ та ертеңгі күні ол сіздің өміріңізге кері әсерін тигізеді. Сіз ұбт тапсырасыз ғой, сол сәтте білмей қаласыз. Қазіргі өтіп жатқан есептеріңізді миыңызда сақтап қалу қажетсіз. Оны интернеттен көшірсең, ол сенің миыңа мүлдем сақталмайды. Сол себепті сен сабаққа деген құштарлықты арттырып, көңіл күйіңді тек сабаққа қарай бөліп, басқа ойыңдағы нәрселерді шығарып тастап, мектеп сабақ уақытында мұғалімге ғана көңіл бөлу қажетсіз. Дәл солай 8-ші қадамды осылай орындау қажетсіз. 9-ші қадамда сіз тазалықты сақтай білу қажетсіз. Ол негізі көп адамдар біледі тазалықты, бірақ тағы да айта кетейін. Тазалық өмір салты. Тазалық жасай білу қажет. Таза бола білу қажет. Мысалы, сіз кір болып жүрсеңіз, сіз
кір заттарды сондай нәрселерді ұстасаңыз, онда сізге қоршаған ортадағы адамдар кері көзқараспен қарауы мүмкін. Мысалы, анау адам мүлдем таза емес, оның қасына жақындама, сен де сондай болып кетесің деген секілді сын пікірлерді көп еститін боласыз. Сол себепті сіз өзіңізді жақсы, таза ұстаңыз. Мысалы, аптасына 2-3 рет шашыңызды жуыңыз, немесе қатты қажет болып бара жатса 4 рет жуыңыз. Ал сосын күніге бетке ход жасауды ұмытпау қажет. Күніге кешке қарай бетке ход жасап, әртүрлі кремдер, мысалы өзіңіздің кожаңызға жақсы кремдерді пайдаланып, и солай тазалықты сақтап, киімдеріңізді де таза ұстау қажетсіздер. Киімді тап-таза ұстау, бұл қыздар таза бола білу қажет, бір сөзбен айтқанда. Қыз өзін таза ұстау қажет, ол қызға тән қасиет, яғни қыз кір болып жүрсе, ол мүлдем қызға жараспайды. Сол себепті сіз өзіңізді таза ұстай білу қажет, сіз мүлдем тап-таза, бір кір болмау қажет. Солай. Аптасына 1-2 рет шомылып тұрыңыз, яғни душ қабылдаңыз, 2 рет немесе 3 рет. Солай. Ал ең соңғы 10-шы қадам бізде телефонды көп ұстамау. Оны көп ата-ана айтады. Көп ата-ана айтады, және де көп ата-аналар ол айтқандары өте дұрыс. Сіз телефонды күніге 2 сағаттан артық ұстамау қажетсіз, себебі ол алдағы уақытыңызға кері әсерін тигізеді. Сіздің зрениеңіз нашарлайды, немесе көру қабілетіңіз вообще төмендеп кетуі мүмкін. Сіз тағы сіз көптеген играларды ойнау арқылы, мысалы, синий кит деген ойын бұрында болған, сол секілді сіз өзіңізге, оны айтпақта қояйын, солай өзіңізді нашар жаққа қарай, өзіңізді интернеттен бір болмайтын заттарды көріп, өзіңізді өмірден түңілдіріп жібересіз, не болмаса басқа. Негізі интернеттің, яғни телефонның жағымды жақтары да бар, яғни ол өзіңізге қажетті дүниені іздеу қажет. Өзіңізге керек емес, ол басқа мүлдем өзіңізге керек емес, өмірде қажет етпейтін нәрселерді сіз интернеттен көрмеу керексіз. Сіз өзіңізге пайдасы тиетін, өзіңізді жақсы жағына өзгертетін заттарды интернеттен, ютубтан, басқа заттардан көру керексіз. Және де интернетті, яғни телефонды күніне 2-3 сағаттан артық қолданбау қажет. Мен өз өмірімнен білдім деп айта аламын. Менің бір күнім көп ұстағаным сонша, телефонды өте көп уақыт ұстап қойдым. Дәл сол сәтте менің көзім бұлдырап, бір жаман болып кетті көзім. Сол сәтте мен өзімді нашар сезінгенім сонша, енді біз врачқа бардық, дәрігерге бардық, дәрігер маған осылай деп айтты, яғни сен көп уақыт телефон көрмеу, ол балаларға телефонды көп көрмеу қажет деген бір талап қойды. Яғни осылай өмірімде көрген оқиғаны сіздерге де айтайын деп шештім де, дәл солай сіздер мүлдем көп телефон ұстамау қажетсіздер. Яғни 2-3 сағаттан артық телефонды көп ұстамау қажетсіздер. Себебі ол өмірлеріңізге қауіп төндіреді. Міне, осылай менің бүгінгі видеом аяқталды десем де болады. Диберден, яғни осымен видеом аяқталды. Осы мен айтқан 10 қадамның барлығын жасасаңыз, сіз өзгере аласыз. Сіз өміріңізді басқа жағынан көре аласыз. Басқа адамдарға мүлдем басқа адам болып көріне аласыз. Дәл солай өзіңізді өзгерте аласыз. Бірақ егер де сіз мен айтқан қадамдарды дұрыс орындамай, өзіңізге бір ерініп, болады ғой, бір
өзіңізден де сол қадамдарды орындамасаңыз, сіз мүлдем өзгере алмайсыз. Ал сол қадамдардың барлығын орындап, өзіңізді жақсы көңіл күйде ұстап, сол қадамдарды орындауға деген құштарлығыңызды арттыра түсу қажетсіз. Міне осылай сіз сол қадамдарды орындасаңыз өзгересіз деп мен сіздерге 100% сөз берем, уәде берем, түнде мен өтемде тұрамын. Осылай менің видеом аяқталды. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Ендеше барлықтарыңызға сау болыңыз.